Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті 10 күндік ғылыми жобасын аяқтады. Еңбегімен ерекшеленген оқытушылар мен студенттер басшылықтың мақтау қағаздарымен марапатталып сыйақыға ие болды. Оқу орны қашанда ұстаздар мен студенттердің ғылыми белсенділіктерін қолдайды. Жобалардың кейбірі іске асырылып жатыр. Толығырақ бейнесюжетте. Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің 10 күні ашық сабақтардан бастап студенттердің ғылыми тәжірибелік конференциясы мен түрлі ғылыми шараларға арналды. Қорытындысында үздік шыққан оқытушылар мен студенттер марапатталды. Студенттер арасында 4-ші курс студенті Аманбек Тасқынбаевтың жобасы ең озық жұмыс саналды. Ол оқытушылардың ірі ғылыми жұмыстарының есебіне арналған сайт жасауды ұсынған. Студент университет қабырғасындағы барлық ғылыми еңбектерді бір жүйеге келтіріп қана қоймай, еңбегіне патент алған. Университет тарихында мұндай жетістік алғаш рет орын алып отыр. Бұл электронный, қысқаша айтқанда, электрондық библиотека. Бұл жерде мұғалімдердің жұмыстары жиналған. Егер де сіз жұмыс жасайтын болсаңыз, оларды оқып қолдануға болады. Сізге мысалы библиотекадан іздемей, бұл осы жиынтықтардың арасынан іздеуге болады. 2017 жылдың қорытындысы бойынша үздік марапатқа ақпараттық технология және экономика факультеті, қолданбалы биология кафедрасы, ғалымдар мен студенттер ие болды. Сонымен қатар білім және ғылым министрлігінің байқау қорытындысы бойынша үздік деп танылған ұстаздар, студенттік жұмыстардың жетекшілері мен министрлік жариялауға және таратуға ұсынған үздік оқулықтардың оқытушы авторлары марапатталды. Яғни университеттің 20 жылдық тарихында оның дамуына үлес қосқандардың барлығы назардан тыс қалмады. 20 жыл ішінде біздің университетіміз пайда болған күннен бастап университетте ұстаздар ұйымы, ғалымдар ұйымының саны өсті. Қазіргі таңда біздің университетімізде 5 PhD докторы, 17 ғылым докторы істейді, 47 ғылым кандидаты қызмет етеді. Қазіргі кезде университеттің ғылымы өте жоғары деңгейде деп айтуыма болады. Айта кетерлігі ғылыми 10 күндік аясында оқу орнында студенттердің жұмыстары мен жобаларының университетшілік байқауы өтті. Сонымен қатар стартап бағдарламасы таныстырылды. Оның барысында студенттер экологиялық таза өнімдерден жасалған сатылымға дайын бұйымдарын ұсынды. Үздік жоба авторлары өз еңбектерін ғылыми жұмыстар мен жобалардың республикалық байқауында көрсететін болады. Аяулым Өмірбаева, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы.